өзіндік тапсырма береді. Яғни бұл жерде есептер берілген, сол берілген есептерді барлығымыз істейміз, өзіміз шығарамыз. Бірге 30-ті қосқанда тең болады 10. 6-ны 4-ке қосқанда тең болады 10. 4-ке 6-ны қосқанда тең болады 10. 2-ні қосқанда тең болады 10. 2-ге 8-ді қосқанда тең болады 10. 7-ге 3-ті қосқанда тең болады 10. Балалар, қазір ермек сазы қолданып, 10 санын ермек саздан жасайық бәріміз, я? Өткен сабақта біз қандай санмен таныстық? 9 санмен танысқан болатынбыз, я? 9 санына дейін кім маған санап береді? Кәне, Әл-Фараби. Өте жақсы. Кері кім санайды енді? Олай болса, біз бүгін сендермен жаңа тақырыппен танысамыз. Яғни бүгін өтетін жаңа тақырыбымыз, жаңа санымыз, яғни 10 саны. Қараңыз балалар, 10 саны 2 саннан қалған. Себебі 1 саннан 0 саннан қалғандықтан 10 саны 2 таңдалы сан. Жарайсыңдар. Қызыл ұшқыштың саны қанша? Санайықшы. 1, 2, 3, 4, 5. Жақсы. Көк ұшқыштың саны қанша? 2. Себебі 5 пен 5-дің қосындысы тең болады қанша? Біз 10 санының құрамымен танысамыз. Яғни 10 санның құрамын анықтау үшін 1 мен 9-ның қосындысы 10 болады. 2 мен 8-дің қосындысы 10. 3 мен 7-дің қосындысы 10 болында 5 алса. Сол болында 5 алса. 5-ке 5-ті қосқанда болып шақты 10 салса. Қазір біз кім жиырға, кім жиырып, кім шапшаға көреміз. Яғни есімдерге қазір допты лақтырамын. Допты жерге түсіріп қабылдау қажет. Және менің қоймасыларыма мұқтай жауап береміз. Санамақын бағат көрім. Айта қой. 1 дегенім білім, 2 дегенім елім, 3 дегенім үміт, 4 дегенім бүлік, 5 дегенім берік, 6 дегенім арық, 7 дегенім желім, 8 дегенім сенім, 9